Қайырлы күн, балдар. Бүгін біз қазақ тілі 118-ші сабақты талқылайтын боламыз. Видеоны көрмес алдын арнаға жазылып кетіңіз. 118-ші сабақ. Біздің жобамыз. Сөйлемде оқшауланып тұратын сөздер. Сөйлем ішінде өзге мүшелерден оқшауланып тұратын сөздерді жиі кездестіресің. Бұл сөздер сөйлем мүшесінің қызметін атқармайды, тек сөйлем мағынасын айқындауға қатысады. Сондай сөздердің бірі одағай. Одағай сөздердің қандай құрамдық, мағыналық ерекшеліктерін барын байқап көрелік. Бірінші, құрамдық түрлері негізі ау, па, әй, пай, беу, туынды, берекелді, ойпырмай дегенді білдіреді. Мағыналық түрлері көңіл-күй, алақай, оқ, қап, жекіру, тәйт-тек, шақыру, қос-көк, құрау. 3. Одағай сөздер сөйлемде жай қалыпты дауыспен айтылса, үтір арқылы ажыратылады. Бәрекелді, өнерлі бала екен. 4. Одағай сөздер сөйлем ішінде басқа мүшелерден көтеріңкі ерекше дауыспен айтылса, олардан кейін леп белгі қойылады. Алақай, мен жүлдегер атандым. Әдебиеттік оқу кітабынан одағайы бар мәтін тауып, одағай сөздерді құрамы мен мағынасын ажырат. Негізгі одағай: ой, шіркін, қыран, қаршылығының, қазілгені қандай қызық. Екінші, көңіл-күй одағайы: алақай, міне, тай-тай басып жүре кеттің. Үшіншісі, ура деп айғай салдым да әлгі мен әурмелеп көкке шыға бастадым. Сөйлеуші тыңдаушының назарын өзіне аудару үшін қолданылатын сөздер қаратпа сөздер деп аталады. Көркем әдебиетте, әсіресе поэзиялық шығармаларда қаратпа сөз жансыз заттарға қаратыла айтып та қолданыла береді. Қаратпа сөз сөйлем ішіндегі басқа сөздерден үтір арқылы ажыратылады. Қаратпа сөз сөйлемнің басында келсе, одан кейін үтір қойылады. Қаратпа сөз сөйлемнің ортасында келсе, екі жағынан үтір қойылады. Қаратпа сөз сөйлемнің соңында келсе, алдынан үтір қойылады. 2. Мысалдар. Шоқан Уәлиханов, сен мұнда неге томсырап отырсың? Я, Василий Матвеевич деп дәл айтасыз. Үшіншісі, ассаламу алейкум ақсақал. Видео ұнаса арнаға жазылып кетіңіз.